қалай амансың ба? Сен мен қызымды шашатып жүрсің. Ұятсыз десей. Не мынау? Біреуді сабап. Хобби ғой апай. Дұрыс туған екен адам хобби біреуді ұру қашаннан бері хоббиға айналып кеткен. Кеше ғана химиядан беретін апай жылап келді ғой маған тәңір бергенде бірдеңе қылыңызшы деп. Бүгін өзгерді ма? Бүгіннен бастап дейсіз. Қайырлы достар, менің есімім Мадияр болады, мен 10-шы Б сынып оқушысымын. Менің атым Тәңірберген, мен 7-ші Б сыныпта оқимын. Қош келдіңдер балапандар. Мен сіздерді біріншіден шақырғаным, өздері өзгеру үстінде жүрген ақылды тентек балалар ретінде шақырып жүрмін. Енді біз сіздің сұрағыңызға жауап берейік. 2012 жылдардан бастап, қазір 2008 жылға қарай балалар районский деген теманы түгет етіп жатыр. Мен осы особенно слово пацана әрекеттер сол киноларға қарап мен бандитпін, ана жерде көп ақша тауып жатыр, касса анау мынау деген көп мәселелер шығып жатыр. Типа мен де болайын, это круто, я тоже хочу так. Деп артынан жүрдің ғой сен? Мен бұрында да өзім жүрдім, көшеге шығып балалармен төбелесіп. Бірақ қазір оның дұрыс емес екенін түсініп отырмын, потому что район это яма дейді. Көбінесе қазір районнан бастап учетқа түседі. Қалай айтсам? Мынау не болды ма? ДТП ғой. ДТП. Точно? Не болды? Балалар солай район арқылы жүріп, төбелесіп, мүгедек болып отыр. У района два конца. Смерть, тюрьма. Важный момент. Мен өзім тоқтаттым, потому что маған папа айтқан, балам, қой, ала жасам, опер болсын, қалай сен учетпен кіресің? Мен кім болам? Кім боламын? Немесе түрмеде, немесе болашақта полиция боламын. Ешкім болмаймын. Ешкім болмайсың. Главный совет, осы район деген теманы, особенно жігіттер қазір молодой, қойыңдар, мен өзім одан өттім дейсіз ғой? Өттім, 2 рет мені пышақтады көшеде. Мен қазір адам болыңдар, төбелесетін заман емес, қазір сөзбен решать ету ол біріншіден. Дұрыс айтасың. Екіншіден ол даже дін арқылы. Мұсылман өз мұсылманды ұруға болмайды.